Баршаңызға сәлем. Өзімнің жолдасымның аяғына суыққа жағатын гельдің рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецепті мен өзімнің нағашы апамнан үйренгенмін. Свежий қойдың құйрығын алып, толықтай тұшытып аламыз. Қойдың құйрығын 4-1 етіп турап аламыз. Табамызға салып, отқа ең жоғарғы қызуына қойып, толықтай майдың ерігенін күтеміз. Бір пачка аспиринді алып, толықтай ұнтақтап аламыз. Міне біздің майымыз да дайын, қатты күйдірмейміз. Содан соң сүзіп аламыз. Міндетті түрде майдың толықтай суығанын күтіңіздер. Ұнтақтап алған аспиринімізді алып, суыған майымызға саламыз. Содан соң аптекада Золотая звезда деген дәл осындай бальзам сатылады. Міне біздің маземіз осымен дайын. Ем болсын, бұл маз аяқтағы суықты алуға көмектеседі. Мен жолдасымның аяғына күнде кешке жақын жағамын. Жақпас бұрын міндетті түрде отқа қойып қыздырып, ыстық күйінде жағыңыздар.